Өміріңізде талай қолына ештеңе келмейтін талантсыз бір қарағанда. Тағы да, түрі де онша емес. Жандар қалайша әрдайым басшылармен тіл табысып, өз нысанасына жететін болады. Арғарай кез келген жиналыстардың жылдызы болып, тура тума магнит секілді адамдарды өзіне қалай тартып айтқан істететіндігін сырын білгіңіз келетін болса, бұл жерде жоқ, тақырып жалпы подхалимаждарға емес, басқа типтағы адамдарға арналатын болады. Сәлем достарики, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгін Динара Ибраева келіп кірген 2022 жылмен шын жүректен сіздерді құттықтаймын. Сол себепті шынымен өміріңізде талай көмек беретін адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасауға, яғни харизмаға бүгінгі күнімді арнағым келіп тұр. Себеп шынымен харизма, яғни адамның жұртқа тартымды көріну қасиеті ол тағы бір рет тума емес, жалпы арттырылған болады. Ал солай болса, бізде харизмалы болып көрмейміз бе онда? Себебі харизма арқылы бірде бізге таныс болған Ганди, Будда, Мадер Тереза сияқты керемет жақсы адамдарда арғарай Муссолини, Гитлер, тағы басқа қылмыскерлерде тең қайлетте харизмамен пайдаланып, дамытқан қасиеті себепті дүниежүзілік мағынада әлбетте адамдарды манипуляция қылып, жалпы олардың бәрін бірлестіріп, өз амалдарын өмірге келтіретін талантына ие болған. Сондықтан қалай болса да жалпы харизмалы адамдар инноваторлық, ерекше идеяларын жұртқа дұрыс талқылау, өз ойдарын өмірге келтіруші, өзіне жараса команданы, яғни Гитлердің мысалында уланған ойлы адамдарды бірлестіріп, жалпы фашизмді дүниеге келтірген. Сондықтан, мысалы, сіз өзіңіз қарапайым өміріңізде шынымен өзіңізге сәйкес болатын достарды, махаббат, мысалы қыз или жігітіңізді тауып алам, бизнес, адал партнерлерді өзіме тартып алам дейтін болсаңыз, әлбетте харизма сізге керек болады. Сондықтан харизмалы болу үшін бұл жерде бірінші, қандай адамдарда да эмоциялар ақылға қарағанда басты рөлді ойнайтындығын түсініп, жалпы ондай ақпаратпен дұрыс пайдалануға тырысып, өзгерістерді пайда қалдырам десең, өзінен баста деген заңына сәйкес, сізде әлбетте бірінші болып өзіңіздің барлық негативті, тағы да позитивті эмоцияларыңыздың триггерлерін, яғни ілдізін іздеп, оны керек уақытында жақсылыққа, тағы да керек уақытта негативіңізді, ашуыңызды басуға үйренетін болсаңыз, сіз қарай басқа адамдарды да дәл сондай негативті, тағы да позитивті эмоцияларды ояту, тыныштату мүмкіншілігіне, күштеріне ие болып аласыз. Тек өзіңізді анализ қылуды үйренсеңіз болды демекші. Мысалы, ең элементарды жағдайды мысал қылып алатын болсақ, бұл жерде әлбетте сізді ұрсып келіп атқан бір жағдайды көз алдыңызға елестететін болсақ, бұл жерде сіз тынышталып, ақталу механизмін игнор қылып, толы осы негативті жағдайда нейтралды өзіңізді ұстаушы болсаңыз, әлбетте сізді ұрсып келіп атқан адам да тез өзіне келіп, ашуын басып, сол бастаған жанжалын тезірек тындыруына өзі әрекет қылатын болады. Себебі сіздің реакцияңызды көріп демекші. Сондықтан бұл жердегі әңгіме өз көңіл күйіңіздің құлы болмай, контроль қылып оны. Ашуланып тұрған кезде, қапа болғанда, кейін өкінетін сөздерді айтпауға тырысып, арғарай шын ниетпен жан жақты адамдарды мақтаушы, көңіл күйін көтеруші, көмектесуші болсаңыз, яғни өзіңіз позитивті, керемет, күшті көңіл күйде жүргенде, жұрттар да дәл сондай көңіл күйде болсын деген ниетпен оларды мақтаушы, оларға көмектесуші, жылулығыңызды солармен бөлісіп келуші болсаңыз, әлбетте ондай адамды кімде жақсы көріп келмейді. Ақырында әлбетте жақсылықты, жылулықты қайта сезінген ол сіздің коллегаңыз, досыңыз, туысқаныңыз болса, олардың барлығы ұят үшін емес, инкарлық себебі эмоционалды сізді жағын ұстаушы болып,
сізді сөзбен айтпаса да шын жүрегімен сүйіп, мүмкін құрмет қылып, адал фанатыңызға айналуы ол сөзсіз. Екінші сырымыз, қоршап тұрған адамдарыңызға қарағанда ерекше стратегияны таңдап, жалпы жұрттар істеуге немесе жалқаулы қалатын тапсырмалардың барлығын өзіңіз атқарып, әр мәселенің немесе тапсырмаларын амалы болатындығына сенім артырыңыз. Яғни Дэвид Бекхэм айтпақшы өзінің рекламасындағы impossible is nothing. Яғни қолымыздан келмейтін нәрсенің өзі бұл дүниеде жоқ болады. Адам болғаннан кейін, әлбетте, қолымыздан бәрі нәрсе келеді. Әлбетте, бұндай жаттығу біреудің көңілін табу үшін, көмектесу үшін қабылдап алмасаңыз да өзіңізге, жалпы өзіңізге көмектесу мағынасында. Яғни келешекте одан да үлкен проблемалар, тапсырмалар өміріңізге келгенде паникаға түспей, жалпы күшті лидер сияқты барлығын шеше алатын, қолынан бірдеңе келе алатын адам ретінде, әлбетте, басында кішкентай тапсырмалардан бастап, кішкентай мәселелерді шешу мағынасында бастайтын болсаңыз, әлбетте, ары қарай глобалдық мағынадағы барлық лидерлер істеп келетін тірліктерін сізде істеуге қабілетті боласыз. Яғни, тура басқа адамдар секілді. Жалқау, өтірік, бір қандайдыр сылтауларды тауып, қорқақтығын жасыратын адамдар секілді. Сол тапсырмаларды істемей, бекерден-бекерге өздерінің абыройын түсіріп отыруының орнына, әлбетте сіз кері жағдайда барлық тірліктерді істеп, жалпы сіздің профессиялық мағынасында ешқандай дәл қазір көмек бермейтін қандайдыр бір информация болса да, ақпарат болса да, соның бәрін тура губка ретінде өзіңізге шымып алып, ары қарай, яғни келешекте онымен пайдалануыңызға болатын құралға өзіңізді айналдыруыңызға кеңес беремін. Ал айтайлық керек жағдайда дәл өзіңіздің сондай бір қорқақ коллегаларың сияқты, яғни өтірік бірдеңе істемеймін, жалқаумын, ол дейтін мен жұмысым емес, сондықтан мен оны істемеймін деген бір осындай бір адамға айналып келетін болсаңыз, әлбетте келешекте сізге буквалды мағынасында қасыңызға бір қандайдыр керемет жақсы жағдай келіп келгенде де, әлбетте сіз қорқақтық қылып, қойшы, мен оны істей алмайтын шығармын, ол дейтін маған керек емес деп, жалпы келешекте өзіңіздің ең жаман жауыңызға өзіңіз айналатын боласыз. Себебі сіздің сенімділігіңізді пәсейіп, жалпы қолымнан ештеңе келмейді деп, оған көзіңізді жетпей, жалпы әрдайым барлық тапсырмалардан қашушы, бекерден-бекерге өзіңіздің абыройыңызды түсіруші адамға өзіңіз айналып келесіз. Өзіңізді көрсетуден ұялмаңыз. Яғни болар-болмас әңгімеге қосылып, жұрттың мазасын ал деген әңгіме емес. Жалпы мүмкін өзіңізде жасырынушы болған таланттар болса, немесе бір басқа қолыңыздан келетін бір жақсы опять же, талантыңыз, хоббиңіз болатын болса, әлбетте оны ұялмай, жалпы жұртқа еркін айтып, өзіңіздің қандай индивидуал адам екеніңізді көрсетуден ешқашан ұялмаңыз. Себебі жалпы сондай изюминкалар әлбетте сізді басқа адамдардан жарқыратып көрсетіп, жалпы турасын айтқанда, шынымен өзінің хоббисіне уақыт таба алатын адамдар уже бірінші мағынада біздің уважениямызды заслужить ететін адамдар болып, себебі бұндай қазіргі уақытта бос уақытты тауып, жалпы өзің үшін бірдеңе істеуін өзі үлкен бір сыйлық болып, жалпы ондай адамдарға әлбетте жасырынша болса да, көбінесе жасырынша басқа адамдар әлбетте іштері ашып келеді. Әлбетте жалпы TikTok'те болар-болмас видеороликтер түсірсеңізде, әшейін биші, қандайдыр бір инструментте әшейін шырқай алатын адам болсаңыз да, әлбетте ешқашан оны жасырып отырмай, адамдарға айтып, өзіңіздің қандай екеніңізді көрсетіп, өзіңізді көрсетуден ұялмаңыз. Сондықтан айтарым мен, жалпы сізге дұрыс келмейтін образдар, яғни, мен де сендер сияқты мысықтар жас көрем, мысық десе ауруым бар. Немесе, сендер сияқты мен де әлбетте трудоголикпін, азаннан кешке шейін жұмыс істегім келеді, тек қана жұмыс үшін өмір сүремін, басқасына бәріне түкірдім. Мен де сендер сияқты деп командалы игрок болудан
бас тартып, жалпы өзіңіздің индивидуалдығыңызды көрсетуге ешқашан қорқып отырмаңыз. 4-ші, таза, анық, әдемілеп, еркін сөйлеуді үйреніңіз. Бұндай мақсатпен әрине оратор болып тууым ешқандай қажеті болмайды. Жалпы бұл жердегісі көп кітап оқып, өз ақылды сөзді қорыңызды байтуғасыңыз. И сонда ниетпен, әрине күніне бос уақытыңызды кітапқа арнап, өзіңізге миыңызға инвестиция қылатын болсаңыз, ешқашанда ұтпайсыз. И әрі қарай сол үйренген ақылды ойдарыңызды бірінші болып достарыңызға айтып, туысқандарыңызға айтып, тәжірибе қылатын болсаңыз, көбірек жиналған адамдарға кейін әрі қарай соны жеткізуші болсаңыз, тек қана сол бір-ақ ойыңызды ақырында басшыларыңызбен де дәл солай еркін, әдемілеп әңгімеңізді, ойыңызды анық жеткізуге үйренетін боласыз. Яғни өзіңізге сенімді болып демекші, и карьералық статусыңызды көтеріп. Себебі шынымен ол қазіргі шығып атқан кез келген кітаптар, ол бизнес туралы болсын, басқа туралы болсын, ол жерде авторлердің күрделі тақырыптарды оңай, әрқандай ноқалайға да түсінікті болатын дәрежеде, стильде соны оқып атқан адамға үйрету, жеткізу амалын сізде сол автор сияқты үйреніп, жалпы өзіңізде дәл сөйтіп әдемілеп басқа адамдарға қиын күрделі мәселелерді әдемілеп жеткізуге ие болып аласыз. Осындай бір шансқа көбірек кітап оқитын болсаңыз. Ал бүгіндікке беретін ең ақырғы кеңесім болса, бұл жерде өзіңізге қарап, заман талабына сәйкес киінуді үйреніп, өз қайталанбас стиліңізді тауып, сыртқы көрінісіңізге көбірек назар аударуыңызға әлбетте сіздерге кеңес беремін. Себебі сіз қандай ақылды, сүйкімді, қандай репутациясы керемет адам болсаңыз да, бірінші болғанда, әлбетте адамдар сізбен танысып келіп жатқанда, бірінші орында сіздің көрінісіңізге қарайтын болады. Сондықтан, мысал үшін сіз дейтін эксперимент қылудан қорқатын, жалпы қателік қылмаймын деген ниетіңіз болатын болса, әлбетте әрдайым классикалық стильде, яғни сол қара шалбармен ақ водолазка дейсіз ба, ақ рубашка дейсіз ба, қара юбка, классикалық мағынада киінуші болатын болсаңыз, әлбетте ешқашан киіп қалмайсыз. И солайша жай-жаймен сіз дейтін жана тұрған жұмысыңыз болса, немесе жайлап жалпы өзіңізді көрсеткіңіз келіп атқан оймен, классикалық стильмен бастаушы болсаңыз, әлбетте өзіңізге сенім артырған сайын, әлбетте өзіңізге деген абырой артырған сайын сенуге әрекет қылыңыз. Сіздің стиліңізде жалпы жайлап, дәл солайша көтеріліп келеді. И әлбетте бүгінгі күнде осындай бір ақпарат сіздерге ұнап келген вариантта, әлбетте лайк, комментарий, подписка жасауды да ұмытпаңыз. Сонда Қазақ ТВ каналында мүмкін одан да көбірек харизманы жарқыратып, дамытып келуіңізге көмек болушы видеороликтер көбірек келіп шыға береді. А дәл қазір болмаса, пока-пока! Arrivederci!